Самалбек деген менің шәкіртім 2 айда 1 миллион теңге тапқан. Просто ойын ойнап отырып. Просто компьютерда ойнайтын Гаррис Мод деген ескі ойынды ойнап отырып 2 айда қазір жаңағы қанша теңге тапқанын көретін боламыз. Ал Самалбек, бірінші сен өзіңді таныстырып жүрсең, жаңағы менен жаңағы осы сен не алдың ғой, мини курс алдың ғой, сол мини курс алған қанша болды и қай уақытта саған жаңағы не қосқан, mindset қосқан, соның бәрін айтып шықсаң бірінші. Есімім Самалбек болады, Атырау қаласынан болады. Мені ютубты бастағаныма примерно 3 айдай болды. Монетизация қосқанына бір 10 сентябрьде қосты. 10 сентябрьде қостым. Содан бері ақша түсіп жатыр жайлап. Все, тамаша. Ал енді жаңағы нені көрсетсең, экранда жаңағы ноутбук экранын. Так, достар, мінекей. Самалбек уже сколько заработал? Қазір мынау достар, так. Так, мына жерде сенде запасте 7 дней деп тұр ғой. Ауыстырып қойсаң ана неге за 90 дней дегенге, чтобы жаңағы 2 айдың несін көретін доходын. Мінекей достар, жақында жаңа жерге қазір. Так, 2-де 3 миллион просмотр дейді, и 10 мың подписчик келген, и доход 1 23 000. Міне достар, очередной YouTube миллионер, 1 23 000 теңге тапқан. И ана жаңағы неде расчетный доход дегенге бассаң, расчетный доход дегенге бас. И сосын жаңағы графикаға нетсең бұланын, қай уақытта жаңағы не қосқан, монетизация қосқан. Мінекей достар, 10 сентябрьда монетизация қосқан, 11 сентябрьда бірінші доход 6 мың, 2 мың теңге, 12 мың теңге, ауыстыра бер. 14 мың, ауыстыра бер. Тездетіп ауыстыра берсе, мінекей достар, доход өскен. Просто ойын ойнап отырып, 2006 жылы шыққан ескі Гаррис Мод деген ойынды ойнап отырып, 26 мың теңге бір күннің ішінде. Ең көп түскен сол. 25 мың түскен. 25 мың теңге, мінекей достар, 1 23 000 теңге тапты 2 айдың ішінде. Даже 2 ай болған жоқ, бүгін нешесі, бүгін 8-і, ал монетизацияны по сути 11-ші неде қосты. Міне за 48 шо 72 деп тұр. И самое интересное, 11 мың подписчик достар. 11 мың ғана подписчикпен уже 1 миллион теңге тапты. Бұл горизонтальный нишаның несі сондай. В общем, секреті деп. Все секрет емес, горизонтальный нишаның особенностьтері. Сенде анау не қанша? RPM-ді көрсетіп жүрсең, қанша RPM сенде доход на 1000 просмотров. Теңгемен қарай салайық, астыға қарай түсін. Астыға түсін. Міне шықты. 443 теңге дейді. Так, 443 теңге, $1 ғой, бұл еще жаңағы саналмаған монетизациясы қосылмаған кездегі просмотрда саналып кеткен ғой. Міне, сен бүйтші анау за 28 не дегенге обновлять етші, жаңа жерде сол кезде не шығады, ясный не шығады, точный RPM шығады, сол жерге басты 28 не де. Так, мінекей достар, 484 теңге деп тұр. Ну, в общем, міне, RPM-і $1 екен. Сенің видеоның, міне, так, енді жаңағы за 90 дней дегенге қайтадан ауыстырсам, RPM-ді көріп болдық. Енді доход по месяцам деген бар ғой. По месяцам. Мінекей, міне достар, сентябрьда қанша? 322, октябрьда 577 мың. Осы 577 теңгені бұл осы 23 ноябрьда алады. Міне, ноябрьда, короче, за 6 дней он 6 күн ішінде 113 мың теңге тапқан уже. Просто жаңағы, просто Гаррис Мод деген ойынды ойнап отырып. И сенің неңді көрсетсең, аудитория деген бар ғой, жаңағы, сені қай мемлекеттерден, ана жерде үстінде тұрады аудитория деген. Қай мемлекеттерден көреді екен. Негізі қазір бірінші Индия шығып кетті. Мінекей достар, даже бірінші орында Индия тұрғанның өзінде де 1000 просмотрға. RPM $1 тұр. Екінші орында Соединенные Штаты, Бразилия, Бангладеш, Мексика дейді, міне достар. Осылай бірінші орында Индия тұрғанның өзінде де 1 миллион теңге тапқан 2 айдың ішінде. Так, енді тағы да көретін не бар еді. Так, анау жаңағы неге керші, доход дегенге бар ғой. Қай видео қанша теңге алып келген, который көрсететін. Так, мінекей достар, мына жерде бір ойын 496 мың теңге алып келген, 61 мың алып келген, 34, 27, 21 мың. Мына жерде основной доходта әкеп атқан бір видео екен. Мені көрдіңдер, бір видео. Мына видеоны бар ғой сен, который почти 500 миллион теңге алып келген. Сен бұны уже жаңағы публиковать еткеніне қанша болды? 1 ай болды ма, или қанша? 2 ай болды ма? 2 ай жарым болып атқан жақты енді. 2 айдан жайлап бастады. Міне 2 айдың ішінде бір видеоның өзі 500 миллион теңге алып келді. Подписчиктің бәрі содан келеді ғой. Өзі болады солай жаңағы. Осы видео 1 300 000 просмотр жинады қазір.
миллион 300. Миллион. Қанша теңге? Так, миллион 300-ге сонда жаңағы 496 мың теңге алып келген, иә? Мінекей достар, даже мына жерде көрініп тұр, Windows даже неактивированный. Сондай неактивированный Windowspен отырып, ойын ойнап отырып, өзінде ақша тауып жатыр. Мінекей, енді сен жаңағы нені өзіңе қаратсаң, камераны. Мінекей достар, Самалбек деген жігіт осы сентябрь айында менен 95 мың теңге мини-курс алған. Мини-курс алды, и ол мини-курста менде 5-ақ ниша болды. Сол осы Самалбекке қарап түсінуге болады, что даже жаңа мини-курсты да алып, соның ішінде 5 ниша ғана болса да, сол бір нишаны бастап, міне осы уже результатқа шығып жатыр. То есть результатқа шығамын деген адам, ол по-любому осы результатқа шығады ол. Жаңағыдай не, жаңағыдай бір сөз бар ғой, оптимист ищет везде возможности деген сияқты. Сондықтан міне 5 мини-курспен осындай результатқа шығып жатыр. Бұл жақсы жетістік. Енді Самалбек, сен... Мен негізі бұрында 2023-те бастадым ютубты. 2020-да канал бастап едім одан. Ау? Иә, айта бер. 2023-те бастағым ғой. 2023-те, монетизация бермей қалды. Содан кейін тастап кеттім де, 24-те кері бастадым ғой. Мінекей көрдіңдер ме достар, міне наставниктің несі, силасы дей ме? Құдайға шүкір, міне Самалбек осы жаңағы нені осындай жаңағы ютубты бастап, мінекей негізі көп адамдардың қателігі сол ғой. Жаңағы бірінші өздері бастайды, монетизацияға шыға алмай қалады, тастап кетеді, андай 2 жыл 3 жыл жүріп самостоятельно істеймін дегендер көп адамның жаңағы шыдамы жетпейді деген сияқты. Сондықтан менен наставник болғанда, жаңағы ютубты үйрететін адам болғанда, жаңағындай тез осындай неге шығу. Енді Самалбек, сен айтып жүрсең, осы ютубпен айналысамын деп сомневаться етіп жүрген адамдар болса, осы американский ютубта реально ақша табуға бола ма деген сияқты. Мысалы, сен өзің көзің жетті, что ютубта ақша табуға болатын, соларға қандай кеңесің бар? Не айтар едің оларға? Мотивация деген. Ютубты бастау керек енді. Ертең кешпе деген жоқ қой енді. Бастап кету керек, тек сразу. Ютубта ақша бар, төлейді ақша. Сенбей жүргендер көп қой негізі қазір. Ютубтан өтірік ақша төлемейді, анау мынау деп. Тек бастап кету керек, сосын тоқтамау керек, короче, бар ғой. Жасай беру керек. Стабильность, стабильно жаңағыдай немен кейбір адам 2 видео салып, сосын қойып кетеді. Просмотр жоқ, анау мынау деген сияқты. Көп адамдар. Шыдамдылық керек қой. Дұрыс, өте дұрыс айтасың. Көп адамдардың ошибкасы сол, жаңағы ютубты бастайды да, жаңағы 2-3 видео салады, оны жаңағы не дейді, дохлый попытка дейді, дохлый попытка жасайды, ой, просмотр бермей жатыр, тастап кетеді. Ал енді самый қызықты сұрақ, ең жаңағы біздің подписчиктарды қызықтыратын сұрақ, ол сен ютубқа күніне қанша уақыт жұмсайсың? Мысалы 1 сағат па, 2 сағат па, или мысалы через день ба деген сияқты. 2 сағаттай ма, сондай тек еще мен 2 сағаттың ішінде бір 4-5 видео жасаймын да. Соны запланировать етіп қоямын 4-5 күнге. Болды 4-5 күн, сосын солай жүремін, спокойно. Керемет. Күнде примерно 2 сағат кетіріп, 4-5 видео жасап, еще оны запланировать етіп қояды екен, өз талмай береді сосын. Мінекей достар, Самалбек, тағы бір сұрақ, сен өзіңнің видеоларыңда сен сөйлейсің ба, или түріңді көрсетесің ба? Жаңағы ойында. Бұл мінекей достар. Ештеңе сөйлемеймін, тек ойын ойнап, болды видео записке жазып. Монтаждап берін салдым өзім болды. Екей достар. Енді бұл жаңағы осы нишаны бастадың ғой, сол нишаға сенде осы ең басында осы нишаны бастап монетизацияға шыққанда сенде не болды ма? Расход дейді ғой, жаңағы мысалы бірдеңе сатып алу деген сияқты, мысалы Гаррисмодты ғана сатып алдың, иә, оның бағасы где-то бір 1500 теңге ма? 1200 тек шын алдым болды. Ештеңе алмадым. Расходы 1200 теңге. 1200 теңгеден Steam'нан осы Гаррисмодты сатып алды, 2 айда миллион теңге тапты, и дальше больше. Сондықтан міне Самалбек обычный қазақтың жігіті, бұл программист емес, андай игроман емес те даже, жаңағыдай, чтобы нелер ойынды просто үйреніп алды, соны істеді, и міне уже результатқа шықты. Сондықтан смог один, сможете и вы. Сол Самалбек, саған берген осы отзывыңа үлкен рахмет, саған үлкен табыстар тілеймін. Сол, все, жақсы. Достар, егер де осы Самалбек сияқты американский ютубтан ақша табам десеңдер, маған инстаграмға жекеге жазыңдар. Менің YouTube партнерім болыңдар. Менде осы YouTube партнерствода, менің телеграмымда осы Самалбектің нишасын полный разбор жасаған. Мәні осындай ниша, бұл видеолар осылай жасалады деп. Сондықтан Самалбектер істеді, и у вас тоже получится. Сондықтан YouTube партнерствоға келіңдер, қатысыңдар және де байыңдар.